Assalamu alaikum dostlar, sizlerмен бірге ABKZ бүгін сіздерді ең қиын логикалық сұрақтардың 3-ші бөлімі достар. Бұл бөлімде сіздер қиналатын боласыздар, өйткені бұл бөлімде видеоны ұстап қоюға болмайды, сондықтан комментарийге пікірлеріңізді жазып кетіңіздер жауаптарын. Help me help Сіздің қолыңызда бір ғана шырпы бар. Сіз қараңғы бөлмедесіз. Сіз қайсы затты бірінші жағар едіңіз? Майшамды ма, қағазды ма, ағашты ма? Уақыт кетті. Көп ойланудың қажеті жоқ. Сіз ең алдымен шырпыны бірінші жағасыз. Меруерттің әкесінің 5 қызы бар. 10, 20, 30, 40. 5-ші қыздың аты кім? Сұрақты мұқият тыңдасаңыз, Меруерттің әкесінің 5 қызы бар деген болатынмын. Сондықтан 5-ші қыздың аты Меруерт. Ал енді келесі сұраққа аса мұқият болыңыз. Дәрігер мен бала бірге балық аулап отыр. Балақай дәрігердің ұлы, бірақ дәрігер баланың әкесі емес. Сонда дәрігер кім болғаны? Сіз мұқият ойлансаңыз, дәрігер баланың анасы екенін байқатты деп ойлаймын. Әкесі мен анасынан 6 ұлы бар. 6 ұлдың әрқайсында бір қарындастан бар. Сонда отбасыда қанша адам болғаны? Егер сіз мен секілді ақылды адам болсаңыз, жауабын бірден тапты деп ойлаймын. Жауабы отбасыда 9 адам. Осымен достар, біздің ең қиын логикалық сұрақтардың 3-ші бөлімі аяқталды. Осы арнаға жазылып, лайк басып қолдап кетейік достар. Жазылмаған адамдар болса, төменде подписаться деген кнопка бар, соны басамыз. Ал ендеше сіздермен болған ABKZ. Қош сау.